Амансыздар ма, қымбатты көрермендер, тікелей эфирде теледәрігер. Хабарымызды еліміздегі эпид ахуалдан бастайық. Кеше 951 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Ал ковидтан жазылып шыққандардың саны 1167. Жалпы пандемия басталғалы ауырғандардың жалпы саны 200.044-ке жетіпті. Елімізде эпид ахуалдың тұрақталып, вирустың таралмауы үшін сақтық ережелерін ұмытпайық. Жақынымызға жанашыр болайық. Ал бүгін теледәрігерде көретіндеріңіз. 21 күнде ем шара, салмақ тастау, жаңа әдет қалыптастыру қандай нәтиже береді? Артықтан арыл жобасының осы аптадағы жеңімпазы кім? Бақылау камерасы кімнің үйінің есігін қақты? Алғыс айту техникасы туралы не білесіз? Бүгін айтамыз. Ұлттық арнаның ұйымдастыруымен болып жатқан артықтан арыл жобасының басталғанына бүгін 26 күн. Жобаға қатысып жатқан 15 қыз келіншекті еліміздегі ең білікті мамандар жетелеп, бақылап, қадағалап келеді. Олар жоғары санаттағы эндокринолог Гүлжан Мұратханқызы, диетолог Арай Әмре, психолог Айсұлу Нұрлыбек қызы. Ал бүгін студияда осы жобаның диетологы мен психологы отыр. Қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Енді артықтан арыл жобасының қатысушыларының өздері де, жақын туыстары да, көрермендер де олардың өмірінде, денсаулығында болып жатқан оң өзгерістерді білгісі келеді, көргісі келеді. Дәрігерлер ем-дом 21 күнде жақсы нәтиже беретін, ал психологтар жақсы әдеттің 21 күнде қалыптасатынын айтады. Енді шынымен де 21 күнде Арай, біздің қатысушылардың денсаулығында қандай оң өзгерістер болып жатыр? Жалпы ең біріншіден айтатын болсақ, бұл жердегі ағзадағы артық суларымыз кетті. Сонымен қатар қан қою болған барлық қатысушыларда қазір қанның қоюлану процесі төмендеді. Оны қайдан білдіңіздер? Себебі адам дұрыс тамақтанып бастаған кезде біздің организмімізде біз әрдайым айтатын инсулин деген гормон бар ғой. Сол инсулин гормоны төмен түседі. Инсулин гормоны төмен түскен кезде, артық сулар кеткен кезде қан сұйылады, қоюланғаны басылады. Енді 21 күннен кейін артық салмақпен күресіп жатқан адамның ағзасында су кетеді дедіңіз. Ал артық майларға не болады? Артық майлар ыдырай бастайды. Мүмкін көрсетейін келіңіз сіздерге. Жақсы. Оның ыдырағанын қалай түсіндіресіз көрермендерге? Жалпы көрсететін болсақ, бұл біздің май басқан ағзамыз деп ойлайық. Ойлайық, иә. Мына бізде адам ағзасында май тұр. Негізінде кішкене 10 килограмм артық май болса, май басса да біздің ағзамызды, ол жүрек қан тамырларына әсер етеді. Осы май, қазір алып қарайық. Бұл артық су, біздің ағзамызда тұрған артық су. Енді бұл осылай үлкен қазір өзіне суды жинап алады да, барлық суды осылай жіберіп, біздің артық суларымыз кете бастайды. Яғни адам ағзасындағы жиналған артық сулар кетеді. Демек, ол сулардың барлығын бойынан өзінің бойынан сіңіріп тұрған, артық судың бәрін салатын болсақ, қазір мұнда бізде қалған судың барлығын осы өзінің бойына толықтай сіңіріп алады. Содан кейін әрине адам ағзасында жеңілдік пайда болады. Қандай жеңілдіктер болады? Қандай біздің ағзамызда оң өзгерістер болады? Қан қою болады. Яғни біздің ағзамыздан барлық су кеткеннен кейін, адам ағзасында жеңілдік болғаннан кейін, өздеріңіз қарап отырғандай, жүрек қан тамырлары бар. Барлық біздің жүрегімізге толықтай кішкене нагрузка түсіріп тұрғаннан кейін, салмақ түсіріп тұрғаннан кейін барлық артық су кетті. Біздің барлық тромб түзілген аймақтарымыздың барлығындағы тромбтар кеткенінің салдарынан жүрек жеңілдеп, жүректің жұмысы жақсарды. Ал бізде жүректің жұмысы жақсарды деген сөз, адамның өкпесі дұрыс демала алатын болады. Ауаны дұрыс сіңіреді. Егер де бізде жүрекке қатты салмақ түсетін болса, адам кеудесімен демалады. Байқап қарайтын болсаңыздар. Аузын ашып демалады, иә? Аузын ашып, жұмып демалған кезде де, қазір кез келген бізді қарап отырған көрермендер өздерінің қалай демалғанын байқаса болады. Егер де кеуде тұсымен демалатын болса, біздің ішкі органдарымызға толықтай ауа бармай қалады. Соның салдарынан біздің ішкі құрылысымыз ауасыз қалғандықтан ол жерге де май түзілу процесі болады. Сондықтан ғой біз айтамыз тері асты майлары деп, яғни көкірекке дейін демалады, себебі жүрекке қысым түсіп тұрады, жүректегі қысымды кетірдік 21 күнде. Соның салдарынан бізде ішке ауа түсіп бастағандықтан ішіміздегі
майлардың өзі ыдырай бастайды. Бұл процессті де көрсетсек болады. Яғни бұл май қатып тұрады. Іштегі май қатып тұрады. Көп адамдар айтады ғой, мен осы майды ішіме жинаймын деп. Міне осылай жаңағы біздің қатып тұрған майымыз жібіді. Май жібігеннен кейін ыдырау процесі жайлап басталады. Бұл да барлық өзінің суын жіберіп, осындай ағзадан еріп шығып кететін болады. Міне осындай процесс біздің ағзамызда жүреді. Және де сонымен қатар біздің ағзамызда артық су кетті, қан айналысы реттелді. Енді осы уақытқа дейінгі біздің ағзамызда қалған дұрыс токсиндер бар. Оның барлығы біздің тырнағымызға, шашымызға әсер етеді. Сондықтан да 21 күннің ішінде бізде тырнақтың сынуы және шаштың көп түсу процесі де болады. Ол қалыпты құбылыс. Одан қорықпау керек. Одан қорықпау керек. Болып жатыр ма осындай? Біздің қатысушыларда болып жатыр, немесе беттеріне түрлі безеулер шығады деген секілді. Одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Осы процестің салдарынан, қанымыз тазарғанның салдарынан, соның барлығы сыртқа шығып бізге сондай сигнал беріп жатыр. Ол 21 күннен кейін қайта қалпына келеді. Енді Арай, онлайнда да, әлеуметтік желілерде 21 күндік марафондар арықтататын өте кең таралған. 21 күнде адамның бойынан артық майдың, судың кететінін білдік. Енді біздің жобамыз неге 3 айға созылып жатыр? Егер қыздардың бәрі қазір кішкене салмақ тастаған білсе, мен жақсы болып қалдым ғой деп, басқа өзінің бұрынғы қалыпты өміріне қайта оралуы мүмкін ғой? Иә, әрине, ол да қалыпты құбылыс. Себебі 21 күнде жалпы біздің ағзамыздағы тек қана артық сулар кетті. Ал біздің ағзамызда әлі қалған біздегі созылмалы аурулар бар. Ол 21 күннің ішінде бізге белгі бермейді. Біз 90 күн деп алып отырғанымыздың өзі 21 күндегі бастапқы нәрселерді адам ағзасынан шығарып, біз адам денсаулығына жеңілдік берсек, қалған келесі 21 күнде плато деген бар. Біздің ағзамыздағы созылмалы аурулар бар. Соның салдарынан салмақ тұрып қалады. Осы процесс ағза кішкене демалып алғаннан кейін кішкене босаңсып қалады. Маған осы болады, осылай жүре берейін деп, сол кезде бізде майдың ыдырау процесі, судың кету процесі тоқтап қалады. Сонымен қатар әйел адамдарда репродуктивтік гормондардың әсерінен де бізде әрдайым салмақ құбылмалы болып отырады. Ол 21 күнде бізде қазір дұрыс тамақтануға жалпы ағзаны үйреттік, ағза қалыптасты. Қарап отырсаңыздар, бізде мынау біздің ішегіміз 21 күнде адам фастфуд тағамдарын көп жегеннен, қантты көп, инсулин гормоны көбейіп тұрғандықтан біздің ағзамызда осындай майлар басып тұрған. Бұл біздің ішек жолдарымыз. Ішектің ішінде жабысып тұрды ғой, Ішектің ішінде жабысып тұр. Ал енді 21 күннің ішінде ол осылай тазарынып бастады. Біздің қан тамырларымыз көрініп тұр. Яғни қанның айналу процесі жақсарды деген сөз, біздің майымыз еріп кетті. Ал енді осыны соңына дейін сақтап қалу үшін адам ұзақ өмір сүргісі келсе, оған 90 күндік жұмыс керек, толық ағзаны қалпына келтіру үшін. Ал 90 күннен кейін ол бізге әдет болып қалу керек. Таңертең ұйқыдан тұра салып, бетімізді жуамыз, тісімізді шаямыз. Сол секілді осы барлық жеп отқан тамағымыз, күнделікті біздің берген тапсырмаларымыз әдетке айналу керек. Енді сіз жаңа 21 күнде, келесі 21 күнде өткенде платода созылмалы аурулардың белгілері болады. Біздің қатысушыларға қиын болатын сияқты келесі 21 күн, иә? Иә, қиын болады. Кейбір қыздарда қазір басталып кетті ол процесс. Себебі әр адамның ағзасы жеке қарауды қажет етеді ғой. Сондықтан да бұл жерде енді қатысушыларымызда өте ауыр ағзасында өте ауыр ақаулар бар қыздарда ол қазір басталып жатыр. Көрініс беріп жатыр, денсаулықтарында. Ал келесі аптадан бастап қыздарда біздің салмағымыз түспей қалды, енді не істейміз деп солай кішкене қобалжып жатыр. Енді сіздер көмектесесіздер, біздің 3 айға созылған жобамыз бекерден бекер. 3 ай бойы, 90 күн бойы сіз өтіп жатқан жоқ, иә? Сондықтан да мен арықтаймын деп 20 күнде салмақ тастап, кейін тастап кететін басқа көрермендерге олай жасайтын болса, ағзамызға 3 ай керек екен. Егер де 21 күнде менің ағзам керемет жақсы тазарынды деп тастап кететін болсақ, келесі 21 күнде осы тастаған салмақты біз 2 есе қосып аламыз. Себебі осы 21 күннің ішінде біздің ағзамыз қазір салмақты тастады, бірақ
біздің ағзамыз өте бізден қарағанда ақылды. Ол ойлайды, мүмкін 21 күннен кейін маған бір тамақ берілмей қалатын шығар, басқа болатын шығар деп, артық майды басқа жаққа жинай бастайды. Өзіне керекті ретінде сақтап тұрады. Ол 90 күннен кейін ғана толықтай қайтадан жібереді, сақтағанын. Сондықтан да бізге 90 күн керек дегеніміз сол. Егер 21 күнде тастап кетсек, артық майымыз 2 есе болып көбейіп шығады. Осыдан кейін 21 күндік марафонға қатысқан қыздар арықтап, қайтадан толысып кетудің себебін енді түсіндік. Рахмет. Айсұлу Нұрлыбек қызы, 21 күнде адамның бойында жақсы әдет қалыптасады деп жаңа бағдарламаның барысында айттық. Біздің қатысушылардың ішінде осы уақыт аралығында қандай жақсы әдеттер қалыптасты? Сіз не байқап жатсыз психолог маман ретінде? Ең алдымен, олардың ең жақсы әдетінің бірі біреуге сын айтпау. Біреуге сын айтпау, біреудің өмірін құрметтеу, біреудің ісін құрметтеу. Себебі ол әдет қай жерден пайда болды? Себебі біз өз-өзімізді танудан бастадық. Барлық қатысушымыз өз-өзімен жұмыс жасап бастады. Өзін қабылдаған адам, ол өзгені де қабылдай алады. Ең басты жетістік осы деп есептеймін 21 күнде болған. Енді сіз менің жаныма келіп, қандай өзгерістер болғанын түсіндіріп берсеңіз көрермендерге. Көрермендер артықтан арыл жобасының қатысушыларының үйінде жүрген жоқ, көзімен көріп жатқан жоқ, иә? Ол өзгерістерді Қараңыздар, біз жоба басталған кезде осындай 4 сұрақ қойған біз қатысушыларға. Өміріңізге деген көзқарасыңыз қандай, өзіңізге деген көзқарасыңыз қандай, жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай, жолдасы жоқтарға ата-анасымен қарым-қатынастары қандай, және балаларыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай деп. Жоба басталған кезде барлығының қарым-қатынасы, мысалы 5 балдық шкаламен алатын болсақ, 2-де немесе 3-те тұрды. Орташа болды. Орташадан сәл төмендеу болды. Ал қазір кеше ғана біз тағы да сұрақ қойған кезде олардың қарым-қатынастары өте жақсы өзгерді. Егер де кезінде өмірге деген көзқарасы 1-2 балдық болса, ал қазір оң жағына қарай өзгеріп жатыр ғой. Оң жағына қарай. Иә, 5 балға дейін жоғарылады. Тамаша. Өмірлерін жақсы көре бастады. Өзіңізге деген көзқарас өзгерді ме деген сұраққа әр қатысушының өзіне деген көзқарасы негізі төмен нәтижеде болды, 1-2 балдық болды. Ал қазір өздерін таныған қатысушыларымыздың өзіне деген көзқарасы 4 балға жетті. Өйткені жобаға ең алғаш келген кезде бәрі өз-өздерін жек көрді ғой енді бұлар, артық салмақ деп, иә? Барлығы өз-өздерін жек көргеннен бөлек, олар айнаға да қарай алмайтын. Ал қазір болса, олар айнаға қарап, өздеріне күлімдей алады, өзінің денесіне рахмет айта алады, барына. Жақсы, бұл да оң өзгеріс. Жолдасыңызбен қарым-қатынас қалай өзгерді, немесе ата-анасымен қарым-қатынас қалай өзгерді. Жобаның басында барлығында қарым-қатынасы орташа деңгейде болды, 2-3 балдық болды. Ал қазір олардың қарым-қатынасы 4-5 балға дейін көтерілді. Яғни ата-анасымен, жолдасымен көбірек шүйіркелесіп, көбірек бір-біріне мейірім танып жатыр деңізші, иә? Балаларыңызбен қарым-қатынас қай жағына өзгеріп жатыр? Негізі әр әйел адам өзін қабылдамаған кезде өзінің балдарын да қабылдай алмайды. Ұрса береді, көп ескерту жасай береді. Ал қазір балдарымды сүйе береміз, құшақтай береміз. Тіпті мама қойшы, құшақтай бердің ғой, қайта-қайта деп айтатын көрінеді. Еркелетпейді, демек. Еркелетпейтін. Өзін жақсы көрмейтін әйел баласын еркелете алмайды. Иә, дұрыс. Түсінікті. Егер де жобаның басында 2-3 балл болса, 3 балл емес, 2 балл болса, қазіргі қарым-қатынастары өте жақсы көтерілді, жақсарды. 5 балға дейін көтерілді. Енді жобаға қатысушылардан қандай өзгерістер күтеміз? 90 күннің ішінде мынаның бәрі толып қалатын секілді, иә? Толып қалады, иә. Егер де мысалы 21 күнде біз бір әдетке айналдырып алсақ, 90 күнде біз оны қалыптастыруымыз керек. Біздің өмірімізде бұл әдет жоқ болып кетпеуі керек. Сондықтан да осы қарым-қатынастар қалыптасуына жұмыс жасаймыз. Енді сіз жаңа ата-ана мен баланың қарым-қатынасы, анасының қарым-қатынасы жақсарған айттыңыз. Кез келген отбасының бақытты ғұмыр сүруіне ананың рөлі өте зор, иә? Осыған қатысты не айтасыз? Қандай қиындықтар болды осы жобаға келгенде, әсіресе аналардың тарапынан? Біздің жобада енді қатысушылардың аттарын айтпай-ақ қояйын, себебі бұл жеке жұмыс болғандықтан өте көп ата-аналар болсын, енелер болсын, бұл жобаға қатысуына
кедергі болды. Не қыласың қатысып, өстіп жүре бер, осы салмағыңда жақсы, бұдан толықтасаң да ештеңе етпейді деген сияқты ауыр сөздер айтты. Немесе сен менің маңдайыма жазылған бейнетсің дегенде сөздер айтты. Ауыр салмақ үшін, иә? Ауыр салмақ үшін өте қиын жұмыс болды, өте ауыр сөздер естіді біздің қатысушыларымыздың бір 2-3 деп айтайыншы. Жалпы әр бала бұл өмірге де, өзіне де ананың көзқарасымен қарайды. Егер де ана өзіне және де өз баласына жиіркеніп қараса, өз баласын қабылдамаса, ол бала өз-өзін мүлдем қабылдай алмайды. Өмірде де солай. Өмірде де солай. Адасып жүреді. Өмірде де адасып жүреді. Егер де анасы баласын жақсы көрмесе, баласы анасынан мейірім көрмесе, бұл өмірде ешкімнен де мейірім күтпеймін. Барлық адам маған жау деген сияқты көзқараспен өмір сүреді. Айсұлу Нұрлыбекқызы, біздің LED экранда қатысушылардың аналарымен бірге түскен суреттері кетіп жатыр. Бұл суреттерді не үшін сұраттыңыз? Бір тәжірибе үшін сұраттыңыз? Иә, тәжірибе үшін сұраттым. Жалпы аналарымен бірге түскен сурет бар ма? Ең бірінші сұрақ сол болды. Құшақтасып түскен, иә? Құшақтасып түскен суреттері бар ма? Ата-анасымен қалай суретке түседі екен? И бізде осы суреттерді сұратқан кезде көп қатысушылардың анасымен түскен суреттері мүлдем жоқ екен. Мүлдем жоқ екен, ол денем түршігіп кетті ғой. Денем түршігіп кетті. Ана біздің өміріміздегі ең басты адам. Әр сәби бұл дүниеге келген кезде ең бірінші көретін адамы ол анасы. Сондықтан да егер де біздің анамыз бізге мейірім, шапағатын көрсете алмаса, онда біз мейірімізді көрсетейік. Біз анамызды құшақтайық, бағалайық. Біздің сіз суреттер жіберіңіз дегеннен кейінгі смс-терді қараңызшы. Қарайын, білмеймін, көп құшақтай қоймайтын ем, әжемнің баласымын ғой дейді. Анасының суретін сұрағаннан кейінгі біздің қатысушылардың хаттары, иә, тағы да қандай смс хабарламалар болды. Айсұлу ханым дұрыс айтады. Өкініп отырмын, апамды жоғалтып алсам, менде суреті де жоқ екен-ау, масқара деген осы шығар дейді. Ойландыратын смс екен. Осылай әдемі болып түспеппін-ау деп бір-бірінің түскен суреттеріне комментарий жазып жатыр. Бүгін түсейін құрсын, келсе қатты ұялттыңдар-ау дейді. Анама әлі күнге дейін еркелеймін, жасым 44-те болса да, ол кісі де бар тәттісін маған дайындап отырады. Аналарымыз аман болсын дейді. Расымен де көңілді толқытатын өте сондай хабарламалар екен. Мен де ауылға барғанда түспесем, мамаммен қазіргі суретім жоқ екен, масқара дейді. Сіздер оқи беріңіздер, қымбатты көрермендер, смс-терді LED экраннан, ал қазір біз хабарласқан көрерменді байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә. Алло. Иә. Аты жөніңіз кім? Мен атым Марал, Нұр-Сұлтан қаласынан. Жасым 29-да. Мен кісілерге сұрақ қойайын деп едім, артықтан арылу керек деп жатыр ғой, жаңа баланы ұрсып қою, артық салмақ деген, соны тек арыламай қойды. Баланы қалай өзім сақтасам болады, таба оқу деген сияқты қатты ұрсып қоямын кейде. Сізде де артық салмақ бар ма? Артық салмақ бар, иә. Басты сол менде қазір. Артық салмақтан арылу керек болып тұр. Баласымен де қарым-қатынасы. Марафон ұйымдастырып жатырмыз деп жатсыздар, соған қалай қатыста болады, жасау керек, соны сұрайын деп едім. Біздің марафонымыздың басталғанына бүгін 3-ші аптадан асты. Мүмкін 2-ші топқа сіз ілігіп қалуыңыз мүмкін, бірақ оны күтпей, өз денсаулығыңызға қазірден бастап көңіл бөлуіңіз керек. Арай, Айсұлу ханым, қандай кеңес айтамыз Ақмаралға? Бұл жерде Ақмарал ханымда артық салмақ болғаннан кейін әрине балама көп ұрсып қоямын деді. Сіз жалпы өзіңізді соңғы рет қашан медициналық талдау өткіздіңіз, сараптамалар? Мен деген осыдан бір 6 ай алдын босандым. Қазір 6 айда балам бар. 6 ай бұрын босансаңыз, сіздің басты ашуланатыныңыздың себебі, сіз ғана емес, кез келген емізулі аналарға айтарым, соңғы 6 айда бізде темір жетіспеушілігі болады. Ол сараптамада дұрыс көрсеткішті көрсетуі де мүмкін, бірақ ол 6 айға дейін ойнап тұрады. Сондықтан міндетті түрде темірді көтеретін витаминдерді сатып алып ішіңіз арнайы. Және анар шырынын күнде бір бокал шырын жасап ішсеңіз болады. Сол сіздің бір жағынан салмағыңызды орнына келтіруге көмектеседі, екінші жағынан ашулануыңызды басуға көмектеседі. Сонымен қатар күніне
енді балаңыз 6 айлық болса серуендеуге шығып кемінде 8-10 мың шаг жүріңіз. Ыстығырақ су 2 литр күніне суыңызды ішіңіз және 5-6 реттен тоймай қуырылмаған тамақтарды жеп отырыңыз. Өзіңіздің рационыңызға көбіне көкөністерді және жеміс жидектерді қосыңыз. Айсұлу Нұрлыбек қызы, қысқа нұсқа қандай кеңес береміз Маралға? Оның алдында айтып өткендей, өз-өзіне көңілі толмаған әйел ешкімге де көңілі толмайды. Сондықтан да сіз ең алдымен өзіңізбен жұмыс жасап бастасаңыз, өзіңіздің денсаулығыңызды ретке келтірсеңіз, онда сіз ашулануыңыз сирек болады. Марал, сізге түсінікті болды ма барлығы? Иә, дана өзіне көңіл толмайды, мен өзіме айнаға қарап жақсы көремін. Мен өзім бір керемет бір жаманмын деп санамаймын. Жаңа әдемілігім бар, жақсы өзіме ұнайды, бірақ көп ашуланшақтығымнан арыламаймын, соған ғой мен. Гормондардың ауытқуына байланысты кез келген әйел адамында, ол сіз емізіп жүргеннен кейін бізде пролактин, эстроген деген гормондарымыз бар. Ол ана босанғаннан кейін өзінің қалпына келу үшін 1 жылды талап етеді. Сондықтан міндетті түрде барлық дәрумендеріңізді қабылдап, біздің әрдайым айтатын омега-3 витамин D-ның нормасы қалыпты болу керек. Сонымен қатар міндетті түрде медициналық сараптамаларды өтіп, өз денсаулығыңыздың қазіргі жағдайын бақылап біліп алуыңыз өте маңызды. Марал, сіз естідіңіз ғой? Иә? Естідіңіз ғой дәрігерлердің кеңесін? Естідім. Жақсы, бағдарламаның соңына дейін көріңіз, пайдалы кеңестер өте көп болады. Жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Енді біз теледәрігердің әр санында қатысушылардың өміріндегі өзгерістер мен қиындықтар туралы айтып көрсетіп келеміз. Ал солардың ішінде сіздерге де, бізге де ұнайтын сәт ол бақылау камерасының кімнің үйіне барғаны. Және де осы аптада кім қанша салмақ тастады деген сауал мені де қызықтырады. Оның жауабын сәл шағын үзілістен кейін білетін боламыз. Тікелей эфирде теледәрігер. Біз бүгін артықтан арыл жобасының қатысушыларына 3 аптадан соң қандай өзгерістерге, оң өзгерістерге жеткен туралы айтып жатырмыз. 21 күнде ағзада қаншалықты оң өзгеріс болатынын байқадық. Ал біздің қатысушылар осы күн аралығында қанша килограмм салмақ тастады екен, бірге көрейік. Жалпы қорытынды бойынша біздің қатысушыларымыз осы 21 күн ішінде минус 77 килограмм салмақтан арылған екен. Тамаша көрсеткіш, иә? Бұлай қарасаң 77 килограмм дегеніміз бір адамның салмағы. Жарайсыздар дейміз қатысушыларға. Бұл тек сіздердің ғана емес, сонымен қатар осы жобаның эндокринолог, диетолог, психолог мамандардың еңбегінің, жігерінің жемісі деп білеміз. Осы беттен қайтпаймыз. Кез келген енді тапсырманы орындардың алдында неше түрлі қиындықтар болады. Мынау енді 77 килограмм. Осы 21 күн ішіндегі барлық салмақ тастаған қосынды ма? Жоқ, бұл 12 қыздың қосындысынан біз 77 килограмм артық салмақтан арылдық, ал 15 қыздығын қосатын болсақ 93 килограмм салмақ тастадық. Кәдімгідей айтады ғой, ойбай, мен 93 килограмм салмақтан қалай 20 килограмм арықтаймын деген сияқты. Біз сол екі адамның салмағының қосындысын шығарып отырмыз. Кәдімгідей артық салмақ. Өте керемет. Керемет нәтиже. Мен де сіздерді құттықтаймын. Сіздердің де арқаларыңызда осындай үлкен нәтижеге жетіп жатырмыз. Енді кез келген тапсырманы біз сіздерден бөлек, біздің журналистердің де беретін тапсырмалар бар. Солардың арасында қиналып қалатын қатысушылардың SMS-теріне кезек берейікші, көз жүгіртейік, иә? Әсіресе осы салмақты түсіретін видео кезінде олар қандай қиындықтарға тап болды екен. Қарайық, ал енді оқиық. Сонымен қайсы қыздар? Осы 77 килограммды теріліп кеттік қой, қайта-қайта түсіреміз деп, үйде үлкен кісілер ғана көрші көлем болып әрең түсірдік дейді. Бір қарасаң, бір қысқа ғана видео үзінді секілді, бірақ теріліп кеттік, қайта-қайта түсіреміз деп дейді. Ұлым келмей жатыр, атасына кеткен
менікі совсем жарамайды ма? Жай келсе таңертең ерте түсіріп жіберсем болады ма? Керім дейді. Жоқ, қасыңызда ешкім жоқ па деп біздің қыздар да шырылдап жатыр. Жоқ болып тұр ғой, енді көршімді шақырып келейін онда. Ұлдарды ата салып кеткен жігітім жұмыстан келмеді дейді. Бұның барлығы сіздер үшін, құрметті көрермендер. Қыздардың бәрінің неге қағаздар умаж десем, басыма келді, қызым мені айналып жүріп әзер түсірдік қой дейді. Біздің қатысушылардың позитивті көңіл күйлері өте тамаша. Үйде үлкен кісілер ғана көрші көлем болып әрең түсірдік дейді. Керім ханым, дұрыс па менікі? Болады, жарайды дейді. Көршілерімді қайтарайын ендеше дейді. Жақсы, біздің қатысушыларға да әр тапсырманы бергенде осылай мұқият орындап жатқанда біз де қуаныштымыз. Соның нәтижесі біз жалпы жоба басталған кезде айттық қой, 50% ол біз сіздерге барлық ақпараттарды береміз, көмектесеміз, бірақ 50% әр қатысушы өз қолында соны нақты жасап істейтін болса нәтиже болады деп. Біздің осы 15 қатысушымыз басындағы бір аптада бізге еркелеп, одан кейін солдаттар секілді бір режимге түсіп, үйреніп алды да, енді кез келген тапсырманы көрші қолаңмен, қастарында кім бар, барлығымен бірге орындайтын болды. Ал енді, құрметті көрермендер, 3 айға созылатын жобаға қатысушылармен біз тек онлайн байланыста ғана емес, олардың үйіне де бақылау камерасын жіберіп, қал жағдайын біліп, шарттарды қалай орындап жатқанын өздеріңізбен бөлісіп отырамыз. Ал енді бақылау камерасы бүгін кімнің үйіне барды екен, бірге көрейік. Біз бүгін түсірілім тобымен бірге Орал қаласының тұрғыны Артықтан Арыл тележобасының қатысушысы Әйгерім Бұқарбайдың үйіне келіп тұрмыз. Ал келудегі мақсат марафонға қатысушы кейіпкеріміздің қаншалықты нәтижелі жұмыстанып жатырғанын білу. Ендеше Әйгерім Бұқарбайдың байқау басталғалы бері орын алған тың өзгерістермен алған әсерін бірге білейік. Әйгерім, сәлеметсіз бе? Ұлттық арнадан Артықтан Арыл тележобасы. Саламатсыздар. Қош келдіңіздер. Қалайсыз? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Қош келдіңіздер, кіріңіздер. Біз берген тапсырмаларды орындап жүрсіз бе? Иә, орындап жүрмін. Енді после Новый годтан кейін тамақ жеп қалғаннан кейін енді тамақты тыю, қиын болды тамақты тыю. Біз енді байқаусызда келіп қалып жатырмыз. Алған әсеріңіз қалай болып жатыр? Енді біртүрлі ұялып тұрмын, не айтамын білмей тұрмын. Бастапқы кездегі салмағыңыз қанша болды? Байқау басталғанда 98-99 болып бастады. Қазір өлшенсек. Кеттік. Қазір қанша болып тұр? 91-де 35, тамағыммен, бәрімен таңертең 90 болған. Сонда бастапқы кезбен қазіргі кездің айырмашылықтары 7-8 килограмм болды. Тағы қандай өзгерістер болып жатыр? Киім жағынан? Иә, ең бірінші өзгеріс осы киімді киген кезде күйеуім бұрын мынау тартысып тұрады. Бұрынғы киіміңіз, иә? Бұл байқауда да бар, ең бірінші байқауға қатысып видео жібер дегенде осымен жібергем. Қазір кәдімгі қол пұлдап тұрады, сол кезде күйеуім айтты, Әйгерім арықтапсың деді. Енді пока киім алмаймын, просто көктемде майдама гардеробымды өзгертсем бе деп. Қандай тағамдар тұтынып жүрсіз? Алма, творог, жаңғақ бар. Сосын мына жерде капуста, овощи, күнделікті қаймақ, мед. Осы тамақтар күнделікті менің витаминдерім бар. Жұмыртқа в основном, сүт, айран. Сосын мына жерде мен таңертең ішетін витаминдерім бәрі жазып қойған. Көп фастфуд жейтінмін. Содан кейін қуырылған самса, сосын көп сондай қуырылған жареный, картошка, сондайларды тұтынатын. Қазір уже дұрыс тамақтануға көштім. Қазір енді қиынға соғып жатырған жоқ па? Фастфудтардан бас тарту сіз үшін? Кейде ойлап қоямын, бірақ бәрі жақсы қазір. Міне мынау менің Артықтан Арыл жобасына қатысқандағы алған футболкам. Мына жерде XXL. Мен арықтағым келеді. Бұндай футболка көргім келмейді. Қандай тамақ түрін дайындап жатырсыз? Салат болады. Көрсеңіз. Тауық еті, суға піскен сәбіз және де сырмен.
мен еще жұмыртқа қоссам деп отырмын, өйткені брокколи сатып алуға ана орталыққа бару керек та, мен мына кішкене Оралдың шетінде болғасын осындай асым әзірмен бүгін тамақтанатын боламын. Отбасы мүшелеріңіз, бала шағаңыз қалай қабылдап жатыр бұл тағамдарды? Енді мен балаларым кішкентай ғой, оларға не берсем соны жей береді. Күйеуім қабылдамаған, ата енем енді үлкен кісілер болғандықтан бізге де осы дұрыс деп дұрыс тамақтанып жүріп жатқан жайымыз бар. Тапсырмаларды жалпы күнделікті бұлжытпай орындап жүрсіз бе? Иә, күнделікті тапсырмаларды орындап, мысалға 10 қадам болса, соны 15 қадамға дейін солай апарып, кәдімгідей орындап жүрмін. Сол үшін де арықтап, вес тастап жатқан шығармын. Мен бір нәрсені қолға алсам, аяғына дейін жеткізетін адаммын. Сондықтан мен даже бірінші, екінші, үшінші орын алмасам да, мен өзім арықтағаным, денсаулығымды жақсартқаным өзі мен үшін нәтиже болып саналады. Бұлай көп нәрсе, жұмысқа орналасам, тағы көп нәрсеге ойымда бар. Бірақ қазіргі нәрсе, алдымдағы мақсат денсаулығымды дұрыстап, арықтап, бұрынғы өз-өзіне сенімді, әйгерімді қайтарғым келеді. Әйгерімнің ішкі жан толғансын, оның үйіндегі тамақтану тәртібімен жақсылап таныстық. Енді біздің жобаға қатысушылардың ішінде әлі де болса шарттарды орындай алмай жүрген, әлі де болса кішкене қиналып жүргендер бар ма? Жоқ, ондай қыздар қазір жоқ. Бәрі бағана да айтып өттім ғой, солдат тәртіпке темір үйренді. 21 күннің ішінде ол да қалыптасады, иә? Иә, соңғы осы алдыңғы аптада бізде іліге алмай жүрген Сәуле ханым болған. Себебі Сәуле ханымның 8 баласы бар. Кіші баласы 5 айлық, кішкентай. Мен үлгере алмаймын. Өзі базарда жұмыс жасайды. Кеше біз скайп арқылы байланысқа шыққанбыз, иә? Түскі уақытта мен тұрамын, таңертең тұра алмаймын деп басында еркелеген. Одан кейін мен айтқанмын, егер жобада қалғыңыз келетін болса, біздің барлық тапсырманы орындаңыз. Ал егер орындай алмасаң, сонда сізбен қоштасайық деп. Сол жоба басында маған кішкене ренжіп қалыпты, түсінбепті. Алдыңғы аптада маған өзі хабарласып айтып жатыр. Мен дейді басында дұрыс тамақтану деген өте қымбат деп ойлағанмын. Сөйтіп, үйімде балаларыма күнде бауырсақ жасап майға қуырып, бәрін майға қуырып бере беретінмін ғой дейді. Енді қарап отырсам, дұрыс тамақтану деген ешқандай да қымбат емес екен. Денсаулығымда өте керемет өзгеріс бар. Бұрын түске дейін ұйықтайтын болсам, қазір өздігімнен сағат 8-9-ға таман өздігімнен оянып кетемін. Өте керемет өзгерістер болып жатыр деп, керемет өзгерісін айтып жатыр. Жақсы, Сәуле ханымның барлық жан дүниесіндегі тебіреністерді біз эфирден де естідік. Балалар да дұрыс тамақтанатынын жеткізіп айтты. Енді бізге хабарласқан көрерменімізді байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметпіз, аты жөніңіз, қайдан хабарласып тұрсыз? Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданынан Нұрлытаң ауылынан хабарласып тұр едім. Есімім Құдиярова Жанар. Мен 7 сынып оқитын қызым бар, өте толық. Соны қалай ақтатуға болады деген, өзінің салмағынан өте көп. Мысалы үшін 7 сыныптағылар ондай салмақта болуы мүмкін емес, ол 62 килограмм қазір. Қайырлы күн, Жанар апай. Бойы неше? Кеңес бересіздер. Бойы қанша қызыңыздың? Бойым қанша? Бойының толық несін білмейді екен қазір. Бойы кішкентай. Жақсы. Ал сіздер балалар эндокринологына барып қаралып көрдіңіздер ма? Қалқанша безінің жұмысын тексерттіңіздер ма? Мен эндокринологқа бардым, бірақ толық аяқтамадым, шынын айтқанда. Толық аяқтамадыңыз. Жақсы, сіздің басты бұл жердегі причинасы артық салмақтың қалқанша безінің гормондарының ауытқуында болып тұр. Сондықтан сізге қайтадан балалар эндокринологына барып нақты қаралу керек. Тамаққа қатысы жоқ. Түсінікті ме, Жанар? Тамаққа қатысы жоқ ба оның? Тамақты өте жақсы дейді. Дұрыс тамақтану керек шығар? Дұрыс тамақтану керек. Фастфуд тағамдарын, қантты рационнан алып тастау керек. Бірақ міндетті түрде баланың қалқанша безінің жұмысын жақсарту керек. Түсінікті болды ғой сізге?
Иә. Одан кейін мен өзім де енді бала босандым дегенде іш қалды. Енді біздерде тұрады артық салмақтарды өзіміздікін қалай кетірсек болады, мысалы үшін. Егер сізде сәл артық салмақ болатын болса, біздің YouTube-тағы алдағы бағдарламаларды жақсылап қарасаңыз болады. Біз көптеген пайдалы ақпараттарды бердік. Сонымен қатар 10 000 шаг жүресіз, қозғалысыңызды көбейтіңіз. Барлық қантты, майлы, қуырылған тағамдарды рационнан алып тастаңыз. Жақсы, бағдарламаның соңына дейін көріңіз. Бүгін біздерге Арай ханым тағы да жаттығулар ретін көрсететін болады. Гормондық жаттығуларды көрсетеміз. Жақсы, хабарласқаныңызға рахмет. Енді артықтан арыл жобасы басталғалы біздің көрермендерден әлі күнге дейін жобаға аласыздар ма? Мен де қатысқым келеді деген өтініштер көп келіп түсуде. Артық салмақтың денсаулыққа зиян екенін теледәрігер көрермендері жақсы түсініп келеді. Ал енді осы артық салмаққа қатысты сіздер жолдаған сұрақтар тізбегін оқитын уақыт келді. Қысқа нұсқа айдары. Сәлеметсіздер ме? Сіздерден сұрайтын, мен неге салмақ қоспаймын? Салмағым 50 килограмм, жасым 55-те. Не істесем болады? Өзім давлениеден майлы заттарды да жемеймін дейді. Бұл жерде ең біріншіден салмақ қоспаудың басты проблемасы ген болуы мүмкін. Егер де генетикалық тұрғыдан метаболизм өте қатты жұмыс жасайтын болса, онда ондай адамдар салмақ қоспайды. Міндетті түрде салмақ қосу үшін біз белок тағамдарын көбейтеміз, ақуыздарды және спортпен айналысуымыз керек. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Мен бала күтіммен үйде отырған анамын. Қырғүйек айында баламды кесір тілігі арқылы дүниеге әкелдім. Бұрынғы салмағыма салмақ қосты. Өзімді қолайсыз сезінемін. Сіздердің көмектеріңізге жүгінуді жөн көрдім. Маған ақыл кеңестеріңіз қатты керек болып тұр дейді. Дәл қазір пайдалы кеңес айдарында осы тақырыпқа байланысты гормондық жаттығуды көрсетемін, соны жасауына болады. Жақсы. Құрметті көрермендер, артықтан арыл жобасына қатысушылар арасында басты сыйлықтан бөлек біз апта жеңімпазында анықтап дәрумендер жиынтығын сыйлап жүргенімізді жақсы білесіздер. Және де шарттарды орындамаған қатысушыға ескерту айтады дәрігерлер. Осы аптаның жеңімпазы мен ескерту алған қатысушыны шағын үзілістен соң білетін боламыз. Ұлттық арна қосулы болсын. Тікелей эфирде теледәрігер. Қымбатты көрермендер, дәл осы 3-ші аптаның аяғына жақындап келеміз. Енді біз қатысушылардың ішінде мүлде бір рет болса да байланысқа шықпаған бір қатысушымыз бар. Ол Алматы облысы Талғар қаласында тұрады, Дилназ Халмұратова мен. Қазір біз байланысқа шықсақ. Сәлеметсің бе, Дилназ? Сәлеметсің. Тыңдап тұрмыз сізді? Дилназ, байланыстасыз ғой? Қазір күте тұрыңыз, сіз туралы анықтама ақпаратты көріп алайық. Дилноза Халмұратова 30 жаста. Алматы облысы Талғар қаласының тұрғыны, 4 баланың анасы. Қазіргі салмағы 82 килограмм. Бойы 1 метр 65 сантиметр. Дилноза сұлу болу үшін сымбатты пішін маңызды деп санайды. 3 жыл бұрын кенжесін дүниеге әкелгелі бері салмақ жинай бастаған. Артық салмақтың кесірінен тез шаршау барын байқаған. Семіздіктің сымбатын бұзып тұрғанына ұялады. Сондықтан да 60 килограммға дейін арықтауды мақсат етіп отыр. Дилназ, 60 килограммға дейін салмақ тастауды алға қойыпсыз. Енді осы күн аралығында неше килограмм салмақ тастадыңыз? Мен 7 килограмм салмақ тастадым. Жақсы нәтиже, жаман емес, я? Көңіл күйіңіз қалай? 4 балаңыз бар екен, үлгеріп жатсыз ба? Біздің шарттар қиын ба сізге? Жоқ, ешқандай қиындық туғызып жатқан жоқ. Үлгеріп жатырмын бәріне. Ең алғашқы аптада есіңізге түсіріңізші. Мынау бір қиын жоба екен, қайда түстім, қайдан келдім деген ойлар мазалады ма сізді? Жоқ, мен бұл жобаға қатысқаныма қатты қуанып жүрдім бұл аптада. Енді осы тамақтар жеу кішкене, таңсық емес тамақтар жеу кішкене қиындау болды бірінші аптада. Қазір үйреніп кеттім. Өзімде, балдарымызда. 10 000 қадам жүруші? 10 000 қадам жүруде алдында қиын болған. Қазір жүрем, балдардың тамағын беріп, әбетте ұлыммен шығамыз. Дилназ, біздің мынау қатысушылардың чатында да және өзіңіздің айтқан бейне сәлемдемеңізде де менде бір сенімсіздік бар, жобадан шығып қалам ба деп қорқып уайымдайым дедіңіз. Қазір сенімділік өзіңізге деген артты ма? Өзгердіңіз бе? Бұрынғы Дилназ бен осы күнгі Дилназдың айырмашылығы бар ма? Өзіңіз қандай жақсы оң өзгеріс байқап жүрсіз? Қазір осы жобаның соңына дейін
баратыныма сенімдімін. Алдында мен көп диета ұстайтынмын. Бір апта ұстаймын, сосын бұзып қоятын диетаны. Құрылған тамақтарды жеп. Қазір міне 21 күн болды, ешқандай ондай бұзған жоқпын, сол менюмен ғана тамақтанамын. Ал отбасыңыз ше, балаларыңызға да сондай тамақ беріп жүрсіз ба, жоқ өзіңізге бөлек дайындап, сендер соны жей беріңдер, мен мынауын жеуім керек, есеп беруім керек деп отырасыз ба? Жоқ, енді үлкен балдар менімен бірге жейді. Күйеуіме ғана бөлек тамақ жасап беремін, ол мен тамағым қабылдамай қойып, өзіне қуырылған тамақтарды жейді. Білмеймін, аз жейді, ол көп жемейді ондай. Сондай ұнайтын шығар. Жақсы. Ал Айсұлу Нұрлыбек қызы, Дильназ, сіз жаңа айтқан кезде тұйықтау деп едіңіз, жақсы сөйлеп тұр ғой, ашылған секілді осы күн аралығында. Дильнозаның жоба басында қорқынышы болды, қорқынышпен жұмыс жасадық және өз-өзіне деген сенімділікпен жұмыс жасадық. Жалпы өзі мінезіне келетін болсақ, өзі сондай салмақты келіншек. Сондықтан тұйықтау болып көрінеді. Сондықтан да шығар, бәлкім ең соңында бізбен байланысқа шығып жатыр, пысықтардың барлығы алға шығып кетті. Дильноза, сізге табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Осы жобаның соңына дейін көргіміз келеді. Ендеше аман болыңыз, шарттардың барлығын уақытында жіберіп тұрыңыз, сізбен байланысқа шыққанымызға қуаныштымыз. Ал құрметті көрермендер, 3 айға созылатын артықтан арыл жобасының осы аптадағы жеңімпазын анықтайтын да және ескерту айтатын да сәтке жақындадық. Алдымен өткен аптада сыйлығын алған қатысушымыздың бейне сәлемдемесіне кезек берейік. Құрметті теледәрігер бағдарламасы. Артықтан арыл жобасындағы 3-ші аптаның жеңімпазы атандым. Мүлдем күтпеп едім, өте қуаныштымын. Күніне 20-23 мың шаг жасауды мен өзім әдетке айналдырдым. Мен өзімнің марафонда қыздарым жүргіш апа екенсің деген ат қойып қойды. Өте қуаныштымын, сыйлықтарыңызды алдым. Көп рахмет. Жақсы, құттықтаймыз. Жібек апамызды, Алматыда тұратын. Енді осы аптада кім ескерту алады? Алдымен содан бастайық. Мен айтайыншы. Айтыңыз, ескерту алатын қатысушы бар ма? Бұл аптада ескертуді ешкім алмайды. Қандай керемет күшті жаңалық. Қатысушылар да бізді көріп отырып, уф деп бір уайымдарын босатып жатырған шығар. Ал енді жеңімпазға келсек, Арай. Осы аптаның жеңімпазы біздің дәрумендеріміз Сәуле ханымға аттанайын деп тұр. Себебі Сәуле апай өзінің жұмысына қарамастан 8 баласымен бірге және мені ең бір қатты қуантқаны өзінің отбасы мүшелерін толықтай дұрыс тамақтануға өткізіп алған. Жолдасы да, балалары да осы дұрыс тамақтануды қазір қолға алып жатыр. Сондықтан жеңімпазымыз Сәуле апай болады. Сәуле Айтқалиева, Атырау қаласының тұрғыны, 8 баланың анасы, ең кішкентай бөпесі 5 ай екен. Тамаша, біз құттықтаймыз. Артықтан арыл жобасының осы аптадағы жеңімпазы Сәуле Айтқалиеваға дәрумендер жиынтығын біз жіберетін боламыз, Тамаша, құрметті көрермендер, сіз айналаңыздағы адамдарға, жақындарыңызға, өзіңізге алғыс айту білесіз бе? Алғыс айтудың қаншалықты маңызды екенін білесіз бе? Ұзақ өмір сүруге арналған жаттығуларды пайдалы кеңесте көрсетеміз. Ендеше экраннан алыстамаңыздар. Ал Айсұлу ханым, біз енді бір-бірімізге былай рахмет айтуға келгенде, мақтауға келгенде сараңдау халықпыз. Біреу сыртымыздан мақтап жатса, қойшы деп ұялып қалатын халықпыз, Енді алғыс айтудың соншалықты маңызы бар ма? Алғыс айтудың маңызы өте көп. Алғыс айту біздің өмірімізді 180 градусқа өзгертеді. Біз адамдарға, біз өзімізге, бүгінгі күнімізге, жолдасымызға, балаларымызға алғыс айтқан кезде біздің қарым-қатынасымыз жақсарады. Ал біз күнделікті өмірде жаңағы автоматтық түрде рахмет деп айтып үйреніп қалғанбыз ғой. Сондықтан да біз қазір біздің рахмет дей саламыз, рахмет дей саламыз, болды. Ал ол рахметімізді біз шынайы жүрекпен емес, тек қана миымызбен ғана айтамыз. Сондықтан да біз біздің қатысушыларымызбен алғыс айту техникасын жүргіземіз. Сол техниканы орындамағандары үшін де ұрысқан болатынмын. Сіз де ұрысасыз ба? Қарасаңыз, сол бір рет ұрыстым, осы техника үшін ұрыстым. Себебі бұл техниканы мен өзімде, өз өмірімде қолдандым. Менің өміріме өте қатты әсерін тигізген техника. Мен алғыс айтамын деген.
Кімге айтуымыз керек енді? Өз-өзімізге айтамыз ба алғысты? Біз алғысты жалпылама түрде айтпаймыз. Күнделікті алғысымызды бір күннің қорытындысы ретінде айтамыз. Мысалы, бүгін менің өмірімде қандай жақсы жаңалықтар болды. Әйел адамдар көбінесе жоқ деп айтып үйреніп қалған ғой. Ай, мынау жабысып қалды. Ең алдымен біз Бәрін бекер алып алдыңыз, иә? Әкеңіз, мен көмектесейін, сіз ең бірінші біреуін жабыстыра беріңіз. Ауызша айта беріңіз. Ой, жабысып қалды. Айта беріңіз. Мен алғыс айтамын ең бірінші бүгінгі күнге. Бүгінгі күні сізде қандай қуанышты жаңалықтар болды. Тек қана негативті байқамай, бір күннің жақсы жақтарында байқап үйренуіміз керек. Сосын өзіме бұл алғысты қай уақытта айтамыз? Кешкісін, таңертең? Жатарда, ұйықтар алдында жарты сағат бұрын. Келесі айтатын алғысымыз, ол жыртылып қалды, өзіме алғыс. Бүгінгі күннен кейін міндетті түрде ең алдымен өзімізге алғыс айтуымыз керек. Сол кезде біздің өзімізге деген құрметіміз көтеріледі. Жолдасыма деген алғыс. Егер де сіздердің жақын жолдасыңызбен немесе ата-анаңызбен қарым-қатынасыңыз нашар болатын болса, күнде 3 алғыстан жазып тұрсаңыз, бетіне бар, жанына барып айтуымыз керек па? Жоқ, дәптерге жазасыздар. Соны айтып қойыңыз, енді кейде ұялып қаламыз ғой біз айтуға. Себебі айту басында қиын болады. Сондықтан да егер де бір ай бойына осы алғыстарды сіз дәптеріңізге жазып жүрсеңіз, сіздің өмірге деген көзқарасыңыз да өзгереді. Өзіңізді қадірлей бастайсыз. Жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз өзгереді. Және де 3 алғыс балаларымызға айтамыз. Бұл да міндетті түрде балаларыңызға дегенде көзқарасыңыз өзгереді. Сондықтан да құрметті көрермендер, міндетті түрде өзіңіздің өміріңізде мен алғыс айтамын деген техниканы пайдаланыңыздар. Жақсы, мен де сізге алғыс айтамын келгеніңізге. Ал Арай ханым, қандай жаттығу түрін көрсетеміз, оның денсаулыққа қандай пайдасы бар айтып кетсеңіз, мен сіздің кілемшеңізді әкеліп берейін, иә? Бүгін жалпы біз барлық адам ұзақ өмір сүргісі келеді. Және әрдайым біз айтып жүрген ұзақ өмір сүргіміз келеді, әлі деніміздің сау болғанын қалаймыз. Гормондық өзгерістер деп жатамыз кез келген адамда. Гормон өзгерісі болатын болса, онда яғни бізде ағзамызда барлық аурулар сол гормондық өзгерістерден пайда болады. Біз бүгін сол гормондық өзгерістерді жасап көрсететін боламыз. Реттейтін, иә, гормондық өзгерістер? Иә, гормондық реттерді жасап көрсеңіз. Ең біріншіден балаларға да, үлкендерге бәріне жасауға болады, иә? 5 жастан асқан балаларға жасауға болады, және бұл техниканы біз төсектен оянғаннан кейін бірден төсекте жатып жасауымызға болады. Ол үшін арнайы уақытыңызды бөліп тұрып қиналудың қажеті жоқ. Еріншектерге арналған жаттығу дейінші. Еріншектерге арналған жаттығу. Ең бастысы қалай бастаймыз? Төсектен тұрған кезде бізде кез келген адамда өзінің энергиясы болады. Біз энергияны көбейту үшін міндетті түрде қолымызды ысқылаймыз. Адам қолын ысқылаған кезде ысып бастайды. Біздің барлық энергиямыз алақанымызға келеді. Дәл осы энергияны осындай белгі арқылы көзімізді басамыз. 30 секундтай көзімізді жақсылап басамыз. Сосын? Және 30 секунд өткеннен кейін 2 минут көзімізді тек қана қатты басып тұрамыз. Осы жаттығуды жасаймыз. Осы біткеннен кейін бізде құлақтың артында көп нүктелер орналасқан. Сол дәл осы құлақтың артындағы иектің біткен жерімен екеуі айқасқан нүкте болады. Сол нүктені баса отырып алдыға қарай ысқылаймыз. Айсұлу ханым, сіз де жасаңыз. Әрбір жаттығу 1-2 минуттан жасалады. Қатты баспаймыз, е? Қатты баспаймыз. Және екіншісі оң құлақтан бастап сол құлаққа дейін бізге бұл жерде біздің қолымыздағы энергия жұмыс жасайды. Сондықтан басудың қажеті жоқ. Тек қана барлық энергиямызды қалыпқа келтіреміз. Бұл физикалық энергиялар. Және үшіншісі, ішімізді, енді түнімен ұйықтағаннан кейін ішімізді әркім өзінің
кіндік деңгейінен бастап, кіндік тұсынан бастап 1 минут оңға қарай айналдырады, және 1 минут солға қарай айналдырады. Және осы айналдырып біткеннен кейін жоғарыдан төмен қарай біз энергияны жібереміз 1 минут. Бұл жаттығуларға қарсы көрсеткіштер жоқ па? Қарсы көрсеткіштер жоқ, және біткен кезде аяғымызды жақсылап, ысқылап, қан айналысын реттейміз. Осы жаттығу небәрі 5-7 минут жасалады, және бұл жаттығуды барлық жандарға жасай беруге болады. Бірақ ескерту айта кетейін, бұл жаттығуды жасап бастаған кезде алдағы 1 ай көлемінде адамда ісіну процесі болуы мүмкін, немесе ағза қайта қалпына келгеннен кейін басқа да аурулары қозуы мүмкін. Тоқтатпай жасай беру керек. Қорықпаймыз дейсіз? Қорықпаймыз. Сізге хабарласқан көрермен бар, байланысқа қосайық, және қысқа нұсқа жауап берейік. Эфиріміздің аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Амансыз ба, сізді тыңдап тұрмыз? Сұрағыңызды айта қойыңыз. Иә, аты жөніңіз? Саламатсыз, мен Алматы қаласынан звондап тұрмын сіздерге. Менің есімім Феруза. Иә, Феруза. Менің сұрағым сіздерге қоятын, менің салмағым 75 килограмм болған. Мен қазір су ішіп қана диета ұстап жүрмін. Bir ayda мен 5 килограмманы салмақ тастадым. Сол дұрыс па? Тамақ жесіз бе? Менде іш қату болады. Іш қатуды мен дебетушка деген шайды аптекадан алып ішіп жатырмын. Тамақ жейсіз бе, тек қана су ішіп жүрсіз бе? Тек қана су ішем, обедте гречканы суға бақтырып, монодиета түрі деп айтылады. Қайырлы күн. Бұл диета сізге мүлде сәйкес келмейді, және монодиетаның түрлерін ұстауға болмайды. Сіздің ішіңіздің қатып жүргені, әрі жаңа дәріханадан алған шайыңыздың өзі бұл мочегонный деп айтамыз. Жалпы басқа Европа елдерінде келетін болсақ, ондай препараттарды рецептсіз сатылмайды. Ол тек қана арнайы бір операциядан шыққаннан кейін ғана ішілетін шайлар. Сондықтан ол шайды мүлде ішпеңіз. Күнделікті сізде қазір метаболизм дұрыс жұмыс жасамайды. Міндетті түрде медициналық сараптамаларды өткізіп, метаболизмді қайта қалпына келтіру керек. Қазір басында 3 рет тамақтануға көшіңіз, одан кейін 5 рет тамақтануға көшесіз, одан кейін ғана барып, сізді нақты белгілі бір дұрыс тамақтануға көшіруге болады. Феруза, сізге түсінікті болды ғой? Жақсы, рахмет. Енді қымбатты көрермендер, Артықтан арыл жобасының қатысушылары атынан, ұжым атынан бүгінге келген дәрігерлерге, көрермендерге, қатысушыларға барлықтарыңызға алғыс айтамыз. Енді қымбатты көрермендер, артық салмақ, артық жаман ой сіздің денсаулығыңызға ешқандай оң әсер әкелмейді. Сондықтан ұзақ сүріп ауырмайын десеңіздер, дұрыс тамақтанайық, көбірек жүрейік, және жақсы оймен көңілді жүрейік. Аман болыңыздар.